Сәлем достар, бүгін сіздермен бір қамырдан жасалатын осындай екі түрлі чак-чакты дайындап көреміз. Менімен бірге болып, видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 5 жұмыртқамызды салатын боламыз. Үстіне тұз бен чайный соданы саламыз. Оны осылай венчиктің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Ұнымызды електен өткізіп салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз кішкене қолға жабысатын болады. Қамырымызды осылай екі бөлікке бөліп, үстін жауып, кішкене тындырып аламыз. Бірінші бөлік қамырымызды жаятын боламыз. Біздің осы бірінші түрдегі чак-чагымызға қамырымыз кішкене қалыңдау болу керек. Міне жайып алдық қамырымызды, оған ұнды сеуіп, оны осылай кесіп алатын боламыз. Міне көргендеріңізде біздің қамырымыз ондай жұқа емес, қалыңдау жайылған. Енді оны осындай ленталарға кесіп аламыз. Тағы да ұн сеуіп, оны турап шығатын боламыз. Міне осындай жұқалап 2 сантиметрдей ұзындықтағы бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Бәрін осылайша турап шығамыз. Енді екінші бөлік қамырымызды жаямыз. Екінші бөлік қамырымызды жұқалап жаятын боламыз. Оның жартысына май жағып, екіге бүктеп алатын боламыз. Оны тағы да ұзындау ленталарға кесіп шығамыз. Міне осындай ленталарға кесіп шығамыз. Қамырларымызды, енді осы лента қамырларымызды тағы да 1,5-2 сантиметрдей кішкене бөліктерге осылай кесіп шығатын боламыз. Барлық қамырларымызды турап болғаннан кейін қазанымызға майымызды құйып қыздыратын боламыз. Мынау бізде бірінші түрдегі чак-чагымыз. Міне осылай майды молынан құйып қуырып алатын боламыз. Қатты қызартырып жібермейміз, кішкене сарғайса болды. Міне осылай бәрін қуырып алатын боламыз. Мынау бізде екінші түрдегі қамырымыз, май жағылғаны. Оны да осылай қуырып аламыз. Ол міне майға салғаннан кейін осылай бұралып шығатын болады, өте әдемі болады. Оны да кішкене қызартырып қуырып алатын боламыз. Барлық қамырларымызды қуырып болғаннан кейін бірінші түрдегі чак-чагымызға араластыратын сиропын дайындаймыз. Оның үшін бізге бал мен қант керек болады. Екеуіні міне осылай баяу отқа қойып, осылай араластырып тұрамыз. 5 минуттай араластырсақ жетеді, ішіндегі қанты ерісе болғаны. Енді міне чак-чагымызға грек жаңғағы мен мейізімізді араластырамыз. Ұнамайтындар болса, оны араластырмаса да болады. Оның үстіне жаңағы ертіп алған сиропымызды құятын боламыз. Ыстықтай солай құя береміз. Сосын оны жақсылап араластырып аламыз. Енді осы араласқан чак-чакты осындай листке салып, қолымызды сулап, оны бәр жеріне осылай қатырып, езіп шығатын боламыз. Бір тегістей етіп, бәріні бір-біріне жабыстырып шығамыз. Міне бізде дайын болды. 2 сағаттай сиропы қатқанша тұру керек. Енді біз мына екінші түрдегі чак-чагымызды араластыруымыз керек. Бірінші, оның ішінде осылай әдемі бұралып шыққандарыны үстіне салу үшін бөлек ыдысқа алып қоямыз. Сосын қалғанына біздің сгущенкамызды араластырамыз. Оны осылай абайлап араластырып аламыз, езіліп кетпесін. Сосын оны бір үлкендеу ыдысқа
салып, қолымызды сулап барып, үстіне тегістеп солай қатырып алатын боламыз. Қолымызды сулап аламыз жабыспау үшін. Міне осылай. Енді үстіне жаңағы алып қойған әдемі чак-чактарымызды кішкене сгущенкаға батырып, осылай жабыстырып, әдемілеп шығатын боламыз. Үстіне сосын өздеріңіз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен кішкене ғана мак сеуіп қойдым. Міне бізде осындай әдемі чак-чак болып шықты. Мынау бізде уже қатты чак-чагымыз. Оны осылай кесіп дастарханға қоямыз. Міне біздің чак-чактарымыз дайын болды. Өте әдемі, дәмді, ауызға салғанда еріп кететіндей болып шығады. Дайындап көріңіздер. Менімен бірге видеоның соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Менің каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді жаза отыруларыңызды сұраймын.